балалар? Бүгін қазақ тілі сабағы. Қазақ тілі сабағында ашық сабақ өтеміз. Сондықтан бүгінгі сабағымызда бастамас бұрын алдымен топқа бөлініп алайық. Бірінші қатар шығып, барлығымыз жай шығамыз. Сөйтіп, мына жерде түс бойынша өзіміздің түсімізді таңдап, сол түске барып отырамыз. Келесі, шыға береміз. Жылдам қимылдаймыз балдар, ауысып отырамыз. Егер қызыл түс таңдаса, классикалық музыкаға барып отырамыз. Жасыл түс таңдаса, эстрадалық музыка тобына барамыз. Ал егер сары түс таңдаса, көшпенділер музыкасына барып отырамыз. Сол тойға барып сол жерге барып отырады. Сабағымызды бастамас бұрын психологиялық ахуал тудырып алайық сыныпта. Орнымыздан тұрайық, бір-бірімізге бүгінгі сәттілік тілейміз. Сабағымызға шарттық шеңбер құрайық. Бір-біріміздің қолымызды ұстаймыз. Ал бастаймыз. Шарттық шеңбер құрайық. Орнымыздан тұрайық, алақанды созайық, алақанды жұлайық, досымызға сыйлайық. Досымызға жылылық сыйлай отырып, бүгінгі сабағымызды бастаймыз ендеше. Отыра қойыңыз. Ал балалар, топ басшысы Мариям, бүгін сабақта кім жоқ? Түгендеп жіберейік. Сында бүгін түгел. Барлығы түгел екен, жарайсыңдар. Отыра қойып. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын мен үй тапсырмасын сұрап алам. Үй тапсырмасы бізде я жоқ әдісі арқылы жүзеге асады. Ол үшін бірінші дәптерімізді ашамыз. Үй тапсырмасына өткен тақырыпты қайталау мақсатында бірнеше сұрақтар беріп, сол бойынша сұраққа жауап береміз. Я жоқ әдісін сіздер білесіздер, е? Ашып па? Бүгін күн жазамыз, дәптерді ашамыз. Бастаймыз. Мен бірінші сұрақты оқимын. Бастаймыз. Барлығымыз алып қоя, қаламсағымызды. Үй тапсырмасына қаншалықты дайындықпен келгендеріңізді байқаймыз. Бірінші, сөз бен сөз. Сөз бен қосымша арасындағы дыбыстардың бір-біріне ықпал етіп үндесуі үндестік заңы деп аталады. Егер иә болса, 3 бұрышпен, жоқ болса, сызықша белгісін қоямыз. Бірінші сұрақ. Сөз бен сөз, сөз бен қосымша арасындағы дыбыстардың бір-біріне ықпал етіп үндесуі үндестік заңы деп аталады. Қойдық па белгіні? Келесі, екінші сұрақ. Үндестік заңы 3-ке бөлінеді. Үндестік заңы 3-ке бөлінеді. Біттік па сұраққа жауап беріп? Келесі сұрақ, үшінші сұрақ. Көмектес септігінің жалғауы буын үндестігіне бағынбайды.
көмектес септігінің жалғауы буын үндестігіне бағынбайды. Келесі, төртінші сұрақ. Дыбыс үндестігі ғылыми тілде ассимиляция деп аталады. Бесінші сұрақ. Қазақ тілінде дыбыс үндестігінің төрт түрі бар. Алтыншы сұрақ. Қазақ тілінде 5 жалғау түрі бар. Қазақ тілінде 5 жалғау түрі бар. Жетінші сұрақ. Кімді, нені, табыс септігінің сұрақтары? Ақылдаспаймыз, өзіміз шешеміз. Кімді, нені, табыс септігінің сұрақтары? Сегізінші сұрақ. Шылаудың лексикалық мағынасы болады. Шылаудың лексикалық мағынасы болады. Тоғызыншы сұрақ. Кідірістің 3 түрі бар. Кідірістің 3 түрі бар. Оныншы сұрақ. Кідірістің шартты белгісі ирек сызық. Кідірістің шартты белгісі ирек сызық. Барлығымыз жауап беріп болдық па? Енді мен дұрыс жауабын ілемін. Сол дұрыс жауапқа байланысты өзара сағат тілімен тексеріп шығыңдар. Міне, сағат тілімен бір-біріміздің алмастырамыз. Жанай, Аманбекке бер. Аманбек, сен Мұнайға бер. Ғалымжанға, Ғалымжан, Еркебұланға бер. Сағат тілімен бір-біріміздің тексеріп шығамыз. Ne kadar? Tez bir-birimizden tekşiremiz. Birden tekşiriş bolgandan soň, бағалау шкаласына қараймыз балдар. Бағалау шкаласына қараймыз, маған қараңдар. Егер 9 және 10 сұраққа дұрыс жауап берсе, 3 балл қойыңдар. 8-6 сұраққа жауап берсе 2 балл қоямыз. Ал 5-тен 1 сұрақ арасында дұрыс жауап берген болса 1 балл қоямыз. Түсінді ма? Бір-бірімізге балды береміз. Астына бағасын қоямыз. Және мынау бағалау парақшасына соны түсіреміз. Бағалау парақшасына Камила тез-тез толтырып жазып жібересің. Еркежан, бағалау парақшасына бірінші үй тапсырмасы деген жерге тез-тез жазып береміз. Біріншісі иә, жоқ, иә, иә, жоқ, жоқ, иә, жоқ, иә, жоқ деп осылай белгілеп шығамыз. Анау шкала бойынша баға қойып береміз. Түсінді ма? Балл қойып береміз. Тексеріп болсақ, келесі тапсырмаға көшеміз. Бос па? Камила, өз тобыңның оқушыларын жазып, аттарын соларды бағалап шығамыз.
жайлап айтып шығамыз. Қанша балл алғанымызды? Келесі тапсырма. Біз бүгінгі жаңа сабағымызды бастамас бұрын ой шақыру әдісін қолданамыз. Ой шақыру әдісінде мен сендерге мынандай сөз жұмбақтар беремін. Соның ішінде осы бүгінгі сабағымызға қатысты сөздерді жазамыз. Ол қай сөздер екен белгілеп шығамыз. Сонымен бүгінгі сабағымыздың тақырыбын ашамыз. Бастаймыз. Бірлесіп жұмыс істейміз, балдар. Ортаға қандай сөздер шығады? Бүгінгі сабағымыз осы сөздермен байланысты болады. Тез-тез белгілейміз. Уақыт аз қалды. Әдемілеп. Уақыт аяқталды. Уақыт аяқталды. Ал көшпенділер тобынан, көшпенділер музыкасы тобынан кім жауап береді? Қандай сөз шығардыңдар? Тыңдаймыз, бір-бірімізді тыңдаймыз. Қарап. Музыка, әуен, хор, гитара, қобыз, ән, жаз, домбыра, сырнай, күй. Өте дұрыс. Өте әдемі сөздер шығарған екен. Ал мына топтан кім айтады? Еркежан айта ғой. Музыка, ән, жаз, домбыра, күй, қобыз, нота. Дұрыс. Арғы топтан Сабина айта ғой. Музыка, ән, хор, гитара, жаз, қобыз, ырғақ, сырлай, күй, домбыра. Дұрыс айтасыңдар. Сонда бүгінгі сабағымыз музыка саласына байланысты сөздер шығарды бізде. Сонымен бүгінгі біздің тақырыбымыз көшпенділердің музыка өнері деп аталады екен. Осы тақырыпты ашамыз. Бастаймыз. Көшпенділердің музыка өнері. Бірінші тақырып бізде оқылым мәтінін мен уақытпен оқытамын, минут беремін, сол минут аралығында жақсылап оқып, сол бойынша сұрақтарға жауап береміз. Уақыт кетті. Көз жүгіртіп, іштей оқимыз.
Уақыт аз қалды. Енді әр топ өзіміздің интернет желісіне қосылатын бір телефон болу керек еді. Сол телефон арқылы сұрақтарға жазамыз. Бірінші, біз тапсырманы орындамас бұрын сілтеме жіберілді. Сол сілтемені ашып қараймыз. 7-ші А сыныбы сілтемесіне кіреміз, чатына кіреміз. Сол жерге сілтеме жіберілді. Сол сілтемені басып, топтың атын жазамыз. Бірінші, сен қай топтың? Эстрада тобы, эстрада, классика тобы, мына жер эстрада тобы, мына көшпенділер тобы. Бірлесіп, сұрақтар шықты ма? Бірлесіп, топпен бірге жұмыс істейміз. Қайтадан жаңа сілтеме беріледі. Сол сілтемеге қайтадан кіреміз, балдар. Ашпай жатса, қайтадан ашып, қайтадан кіреміз. Ең соңы жіберілген сілтемеге кіреміз. Мені көрдіңіздер ма? Мына жерде жауап беріп отырған сұрақтарға жылжып жатыр. Яғни мына жерде көшпенділер музыкасы 3 сұраққа жауап беріп қойды. 4-ші сұраққа жауап беріп жатыр. Классикалық дұрыс жауап беріп жатыр. Міне барлығы жасыл түсте болды. Классикада бір қате. Жоқ, аяқта баста. Бастаймыз. Эстрадалық топта бірлесіп жұмыс істейміз. Жеңіс, көмектесеміз топқа. Көшпенділер музыкасы бір сұрақ қалды, соңғы барлығына дұрыс жауап беріп келе жатыр. Соңғы, бері қараймыз, соңғы бір сұрағы қате болып қалды. Сондықтан өздеріңді соңғы сұраққа қате жауап бергендерін түсіндіңдер. Болдық па? Екі топ жылдамдатамыз, уақыт шектеулі. Көшпенділер тобы бір ғана сұрақтан жаңылысты, барлық сұраққа өте жақсы жауап берді. Бағалау парағына Камила, бүгін сұраққа, екінші тапсырмаға жақсы жауап бергендердің барлығын 2 балмен бағалап отырасың. 2 бал. Эстрадалық топ. Барлығына дұрыс жауап берді. Сабина. Екі сұрақтан жаңылысты. Сабинаның тобы. Ал эстрадалық топ барлығына дұрыс жауап берді. Барлығына 2
балдан баға қойып бересіз, бал қоясыз, Еркежан 2 балдан қойып отырамыз. Мына жерде 1 бал қоямыз, өйткені бір қате кетті сіздерден. Мынау топқа да, көшпенділер тобында да 1 ғана қате кетті. Өте жақсы. Балалар жиналамыз. Енді келесі тапсырма бізде тыңдалым тапсырмасы. Екінші тапсырмаға қарайықшы. Тыңдалым және айтылым тапсырмасы. Тыңдалым және айтылым тапсырмасында балалар бізге Ұлытау тобы туралы мәліметтер, тың мәліметтермен танысу керек екен. Сол бойынша сіздерге беріп жібергенмін үйге оқып, біліп, мәлімет жинап келуге. Сондықтан сіздердің алдарыңызға мынадай QR код беріледі. Сол QR кодпен әр топта бір-бір телефонды алып, осыда қандай сұрақ берілді, соған жауап береміз. Түсінікті ма? Бастаймыз. QR кодқа саламыз. Аштыңдар ма? Аш алдыңдар ма? Kendi dostlar onu artırız Sizde muzika şıktı ya? Silteme arqılı muzika şıktı. Osunu tındayız. Sıraqqa cevap veremiz. Apay? Және 179 бетте осы Ұлытау туралы мәліметтер берілген тыңдалым мәтіні бойынша. Болды ба? Уақыт бітті. Уақыт бітті, дайын топ. Сұрақтарға жауап бере береді. Бірінші. Классикалық музыка тобы. Сұраққа жауап береміз. Сіздердің QR кодтарыңызда қандай сұрақ шықты? Ұлытау тобының продюсер кім? Ұлытау тобының продюсер кім? Қыдырәлі Болманов отандық және әлемдік заманауи музыка саласындағы жаңалық ашқан, өзіндік жаңашылдық танытқан этнорок стиліндегі осы Ұлытау тобының продюсері Қыдырәлі Болманов екен, дұрыс отырағы, өте жақсы. Ертуғанға 2 балл қойып қойып. Келесі. Көшпенділер тобынан сұраққа QR код арқылы кім жауап береді? Ал Еркежан жауап береді. Бейне баяндағы күй қалай аталады? Жұмыр қылыш. Бері қараймыз. Нұржан, тыңдаймыз. QR кодтан қандай сұрақ шықты? Бейне баяндағы күй қалай аталады? Дұрыс, бейне баянна қандай күй QR кодтан қандай күй шықты? Жұмыр қылыш. Жұмыр қылыш деген күй шықты, я? Жұмыр қылыш күйі не туралы екен? Жұмыр қылыш күйі рухани дамбаға неге байланысты атын жұмыр қылыш деп қояды. Жұмыр қылыш күйінің шығу тарихын кім біледі? Жұмыр қылыш күйінің шығу тарихын айта қой, Арнай. Жұмыр
қылыш Ұлытау тобының Жұмыр қылыш Ұлытау тобының ең бірінші альбомдарының бірі болды. Және де Жұмыр қылыш күйі рухани далаға байланысты болғаннан кейін олар өз альбомының және күйінің атын Жұмыр қылыш деп қойды. Күйдің шығу тарихы бар. Авторы кім Жұмыр қылыш күйінің? Махамбет. Дұрыс. Махамбет Өтемісұлы екен, иә? Ал енді осы Жұмыр қылыш күйінің шығу тарихы туралы шағын мәлімет айтып өтейін. Жұмыр қылыш деген жұмыр және қылыш жаңағы батырдың атына берілген. Осындай батырларға жазған керемет күй екен. Махамбет Өтемісұлы Баязақ деген қорлық көріп жүрген кезде оған кегін алмақ болып Махамбеттің арқасына түседі. Сол кезде осы жұмыр және қылыш деген екі дос екеуі бірге көмектесіп Махамбетке оны өлімнен құтқарып қалады. Сондықтан осы екі досына арнап жұмыр қылыш деген күй шығарады екен. Түсінікті ма? Келесі. Жанел айта ғой. Бейнебаяннан Ұлытау тобы жайында қандай мәліметтер білдіңіздер дейді. Ол жерде Ұлытау тобы этно-рок стилінде құрылған топ болғандықтан қазіргі уақытқа дейін интернетте орын алып келе жатыр. Олардың алғашқы жасалған домбырасын жасаған кісі өнердің әсемдігін домбыра яғни аспаптар құрайды деп айтады. Және де топты құрған Құрманғазы, Тәттімбет, Дәулеткерей, және де шетелдік адамдардан Бах, Вивальди деген адамдар. Солардың жаңағы музыкаларын, күйлерін продюсермен бірге жасалған топ болғандықтан қазіргі уақытқа дейін құрылып келеді. Өте жоғары деңгейде барлық шетелдің барлығы танитын біздің ең жаңағы танымал топтарымыздың бірі екен. Дұрыс, өте жақсы. Енді осы күйлерді біз қандай аспаптармен ойнайды күйді? Домбырамен, қазақтың қасиетті домбырасымен ойнайды екен. Осындағы домбыраны жасап шығаратын жаңа қолдарынан өте тамаша өнері бар кісілерді домбырашылар осы арнайы Ұлытау тобының Ержан деген жаңа күйшісіне арнайы домбыра жасап берген екен. Сондықтан бұл жаңа Ұлытау тобының өміршеңдігі және оның бүгінгі таңға дейін алдыңғы орын алуы бекерден бекер емес екен. Келесі тапсырма бізде үшінші тапсырма, деңгейлік тапсырма. Деңгейлік тапсырманы бірінші әр топқа мен суреттер сөйлейді әдісі бойынша тапсырма орындаймыз. Осы тапсырмада қазір сіздердің алдарыңызға суреттер беріп, сол суреттермен жұмыс жасаймыз. Бірінші мәтінді оқып аламыз. Мәтінді оқимыз. Жаңағы алдыңғы тапсырмада екі балдық жүйемен бағаланады. Сондықтан сұраққа жауап берген аюды бағалаймыз, аруайды бағалаймыз және мына жерде Жанелді бағалаймыз, Ертуғанды бағалаймыз. Түсінікті ме? Мәтінді оқып аламыз бірінші. Осы сурет не үшін берілді? Суреттер сөйлейді деген әдіс қолданып отырмыз. Мәтінді оқып аламыз бірінші. Жаза бер. Соның астына жаза беріңдер параққа.
жерде. Birinci toplastırу klaster құрайды. Үшінші тапсырма бойынша топтастыру кластер құраңдар деген, я? Одан кейін барып, келесі топ мәтінде берілген музыка саласына байланысты жанрларды бүгінгі өмірмен байланыстыру керек болады сендерге. Ал көшпенділер тобына берілген суреттер қай кезеңдер қамтиды? Соны табу керек. Болдық па? Ал бастаймыз. Қай топ бітті? Жанай, баста. Қай кезеңге жатады? Еркежан бастай ғой. Бұл суреттер үшінші кезеңге жатады. Өйткені бұл кезде әртүрлі батырлық және ғашықтық жырлар шыққан, оларда ауызша және әуенмен айтатын. Бұл суреттер 13-ші және 14-ші ғасырларда қамтиды. 13-ші және 14-ші ғасырды қамтиды деген, батырлар жырында. Ал келесі суретте не бейнеленген? Бүгінгі өмірмен байланыстырып өтеміз. Қазір дәстүрлі өнер әншілері, одан кейін бар эстрадалық әншілер, хип-хоп, ең соңында хип-хоп дамып отыр, бізде. Келесі. Ал Сабина, бұлай қарай ұстап тұрыңыз. Көрсет. Сөйлесеңіз көп кезеңге бөлінеді. Бірінші, біздің заманымызға дейінгі 3-6 ғасырдардағы бұған сақ заманнан келе жатқан жерге жатады. Және екінші кезеңде 6 және 12 ғасырдағы Қорқыт атаның күйлері жатады. Және үшінші кезеңде 13-ші және 14-ші ғасырда ауызша және әуенмен тыңдалатын батырлық, ғашықтық өлеңдер. Ал 4-ші кезеңде 15-ші және 18-ші ғасырларда жоңға шапқыншылықтар кезеңі жатады. Мысалы, сол заманға қазақ батырлар туралы жатқызсақ болады. Дұрыс. Келесі топтастырылды, кластерді өте жақсы құраған екен. Келесі топқа кім сөйлейді?
Ақселеу Сейдімбеков этнограф ғалым ретінде танимыз. Қазақтың музыкалық фольклорында бірнеше кезеңге бөлінген. Екінші суретте бірінші кезеңінде жатқызамыз. Себебі бұл біздің заманымыздан бұрын 13-ші ғасыр мен 6-ші ғасыр аралығындағы күйлер. Үшінші сурет, екінші кезең қорқақтаның күйлері жатады екен, дұрыс, өте жақсы. Ары қарай, Жәнібек, ол суретте не бейнеленген және қай ғасырды қамтиды? Бұл 17-ші ғасырда жоңғар шапқыншылығы қазақтарды малдарынан айырып айдап алып кетуі қазақтарды тұтқынға алыстады. Ол қай кезең? Қай кезең қамтиды? Кім ғалымжан толықтырып жүрші? 17-20 ғасырларда қамтиды. Ол қай кезең екен? 4-ші кезең. Үшінші кезеңді қамтиды. Үшінші кезең. Отыра қой. Бүгінгі мына суреттер сөйлейді әдісі бойынша сұрақтарға жауап берген адам жалпы 2 балмен бағаланады, және оны жауап берген оқушыларды, топ басшылары белгілеп бағалап отырамыз. Бағалатпа. Енді келесі тапсырма біз дәптермен жұмыс болады. Мына жазылым тапсырмасы мақал-мәтелдерді толықтырып, сол мақал-мәтелдерге логикалық екпінді қойып жазамыз. Қай сөзге логикалық екпін түседі екен? Бірінші топ, бірінші, екінші, үшінші мақал-мәтел жазамыз. Келесі топ, эстрадалық топ, төртінші, бесінші, алтыншы мақал жазамыз. Мынау көшпенділер тобы, жетінші, сегізінші, тоғызыншы мақал жазамыз. Түсінікті ма? 9 мақалды әрқайсымыз бөліп аламыз. Дәптерге жазамыз. Және екпін қай сөзге түсті? Екпінді белгілеп шығамыз. Жазамыз. Бізде екпін қалай белгіленетін еді? Тіксізбен белгіленеді. Ең соңында 3 тіксіз қоямыз. Логикалық екпіннен кейін 1 тіксіз қояды екенбіз. Сендер үшеуін, на топ үшеуін, арық топ үшеуін ғана Дұрыс, Ерасыл жазып көрсетті. Өнерлі, өрде жүзеді. Өнерлі ден кейін бір кідіріс болып тұр.
тік сызығын қойған. Өрде жүзер, тік сызығы 3 тік сызық қойған. Өнерлі бала сүйкімді дейді. Өнерлі бала тік сызықпен кідіріс қойған және сүйкімдіден кейін кідіріс қойған. Өнер таусылмас азық дейді. Өнерден кейін кідіріс болып тұр. Одан кейін барып логикалық екпін қойған таусылмас азық дегеннен кейін сөйлем аяқталып, ойды білдіріп тұр. Жұтамас байлық дейді. Дұрыс, өте жақсы. Ерасылдікі дұрыс. Бір балды қос бағалап қойып. Келесі тақ кім көрсетеді? Сабинанікі. Өнерлінің өзегі талмас дейді. Дұрыс, өнерлінің өз жерде кідіріс бар, талмас дегеннен кейін аяқтап екпінді қойып шыққан. Шаштараз сақал түзетеді, өнерпаз шахар түзетеді. Өнерпаздан кейін қоймапсың, бір қатең бар екен. Өнерлі адам ешкімге жалынбайды. Өнерлі адам, дұрыс, содан кейін барып логикалық екпін түсіп тұр, ешкімге жалынбайды да кейін сөйлем аяқталып тұр. Дұрыс, бір қатең бар екен. Келесі тақын көрсетеді. Ал Нұрдәулеттікі. Өнерлі жігіт өрде озар, өнерсіз жігіт жер тозар дейді. Соғар болады, мына жерім қате екен. Дұрыс. Енді өнерлі жігіттен кейін логикалық екпін қойған, дұрыс. Өнерсіз жігіт тағы да логикалық екпін қойған, жер соғар. Дұрыс. Соғардан кейін сөйлем екіншісінде бір бал бағалап қойып, ақыл көпке жеткізеді, өнер көпке жеткізеді. Бұл жерде ақыл дұрыс логикалық екпін қойған, жеткізедіден кейін кідіріс қойған. Өнер көпке жеткізеді. Өнерден кейін бір кідірісіңді қоймай кетіпсің. Бір қатең бар екен. Енді балалар барлығымыз дұрыстап, осы мақал-мәтелді аяқтап кідіріс логикалық екпінді жақсылап қойып шығамыз. Одан кейін барып, бүгінгі сабаққа аяқтай отырып, бүгінгі сабағымызды кері байланыс береміз. Кері байланыста өзіміз сабақ қалай өтті, ұнады ма, қай жер ұнады сабақтың, осыған байланысты мынау білім шыңы ағашына, білім ағашына әкеліп, әркім жабыстырып кетеді. Өз ойларын бірге тарқатыңдар, жетпеген берем. Кері байланыс жазамыз. Кері байланыс жазамыз. Балалар, үй жұмысына 5-ші тапсырма белгілеп аламыз. 5-ші тапсырма үй жұмысы және кері байланысқа өз ойларыңды, пікірлеріңді жазып кетіңдер. Сабақ туралы, сабақ жайында қалай өтті сабақ, ұнады ма? Мына бағалау парақшасын маған бере ғой, Камила. Қазір мен бағалаймын. Еркежан бағалау парағын бере ғой. Сіздер жаза бересіздер. Мен бағаларымды айтып шығайын. Сабина 8 балл, Полат Мариям 7 балл, Айым 2 балл, Нұрлыжан 4 балл, Ертуған 6 балл, Ильяс 7 балл, Нұрдәулет 7 балл, Марғұлан 7 балл, Диас 2 балл. Келесі топта Еркежан 9 балл, Әмірхан Сабина 7 балл, Алтыбаева Айдана 7 балл, Аруай 6 балл, Шұғыла 5 балл, Жеңіс 4 балл, Есфер 4 балл. Келесі топта Жанел 9 балл, Камила 9 балл, Ерасыл, Өмірәлі Ерасыл 8 балл, Аманбек 5 балл, Ғалымжан 5 балл, Тоқсанбай Ерасыл 4 балл, Еркебұлан сабаққа жөнді қатыспады 4 балл, Жәнібек 6 балл, Шалқар 5 балл, Нұрсұлтан 6 балл. Бүгінгі осылай бағаландыңыздар. Бүгінгі сабақта қазір енді сабақ туралы ойымызды кері байланысты білім ағашына жазып кетеміз. Келе ғой.